Балаға талас. Екінші бөлім. Авторы Мейіргүл Оңғарова. Бота кешқұрым үйіне қайтып келді. Қанатпен ашық сөйлеспек. Үйге келсе, ешкім бұның жоқтығын байқамаған тәрізді. Мәз-мәйрам боп, үстел басында кешкі тамақтарын ішіп отыр екен. Ботаның кеудесін кернеген зау одан әрі өршіді. Бұл үйде мен адам емеспін. Менің де, баламның да сұрауы жоқ деп ойлаған Бота, есілін құшақтап, кешкі тамақ ішпестен ұйықтап қалды. Таң сібірлей бастағанда, тырс еткен дыбыстан шошып оянды. Қанат жұмысына кеткелі жатыр екен. Күйеуі бұған бұрылып та қарамайды. Кешегі ашуы әлі тарқамапты. Басы мең-зең. Қанат, мені неге оятпағансың? Деп өзімен өзі киініп жатқан күйеуіне дүрсе қоя берді. Ұйықтасын дедім. Кеше базарға барыпсың ғой, шаршаған шығар дедім деді Қанат. Иә, бардым. Не алғанымды сұрамайсың ба? Саған бәрібір ме? Деді Бота. Әйелдің ащы тілі еркектің шамына тие бастады. Болмашы сөз таластырудың арты үлкен ұрысқа ұласты. Бота дауысын қатты-қатты шығарып, өзінің өкпесін ақтарды. Қанат соңында екі құлағын жауып алып, бөлмеден безіп шықты. Таңғы шайын ішпестен көлігін оталдырып, жұмысына кете барды. Бота ашу үстінде өзінің не істеп жатқанына есеп берген жоқ. Кеудесінде қордаланған қызғаныш үлкейіп, өсіп, дер кезінде тізгіндемегендіктен келіншекті тура жолдан тайдыра бастаған еді. Басында баласын қызғанды, енді келінін күндеп жүр. Бұл үйде тұра алмайды, төркінге кетеді. Енесі ояу жүр екен. Қолындағы түйіншекке бір ұйқылы ояу есілді бір иығы шойырылып әрең көтеріп тұрған үлкен келініне бір қарап аңтарылып қалды. Келін, не жағдай? Деді сосын. Мен кетем, деді Бота. Иә, не болды? Деді енесі сабырлы түрде. Бота ақиқатын айта алмады. Бергі жағын жеткізді. Қанатпен ұрсысып қалдым деді. Еш кінәсі жоқ күйеуін себеп етіп. Келін, шырақ, күйеуіңмен әр ұрысқан сайын кете бересің бе? Қайтып отбасы болмақсың. Отбасы болам десең, бөлмеңнен шыққан ұрысты сыртқа шығарма. Екінші, мына баланың қарны аш. Кешеден бері нәр татқан жоқ. Есілді бер, әкел, өзің бар да бетіңді жуып, шай қой, деді енесі қолын созды. Анауыңды таста, деді. Сосын келіннің қолындағы затты нұсқап. Бота көзі мөлдіреп тұрып қалды. Енесіне көп нәрсе сұрағысы келеді, бірақ батылы жетпейді. Бұған да керегі сол. Пенде шіркін, қай жерден де, кімнен де жылулық іздеде екен-ау. Бірақ ол жылулықты алу үшін адам өзі бірінші жылу шашу керектігін Бота ескермепті. Енесімен бірге отырып шай ішті. Көптен бері осылай емен жарқын отырмапты. Бір кезде кіші келін ұйқысынан тұрды. Бота тыжырынып сала берді. Кіші келін үйдің ішінде тұратын барлық адамдарды себепсіз, қайтарымсыз жақсы көреді. Тіпті Ботаны да. Ботаның өзіне бір бармағын бүгіп жүргенін сезбейді. Жеңге, әрі отырыңыз, мен құяйын. Ойбой, бүгін ұйықтаппын, ұят болды, деп кіші келін орамалын түзеп, қысылып, қымтырылып шәйнекке қолын соза берді. Түске дейін ұйықтапсың, деп мырс етті Бота. Аузынан бұл сөздің қалай шығып кеткен өзі де аңғармай қалды. Келін үндемеді. Ой, жеңеше, түнде кеш жатып едім. Әлгі Кореяның сериалы ше, қызығына түсіп кетіппін. Сөйтіп таңғы 4-те ұйықтадым ғой, деп күлді сосын. Сөздері зілсіз, әр жағында ештеңе жоқ, аңқылдап, шындығын айтып отыр. Бота енесіне жалтақтап қарады. Келінге тап берсе екен деген мысық дәмесі бар. Енесі кіші келінімен қосыла күлді. Шырағым, сендей кезімізде бәрімізде сөйткенбіз. Біздің заманымызда Корея сериалы деген жоқ, деп әңгімесін айтып ақтарылып кетті. Бота да сасқаннан өзін қинап жымиғансыды. Тез-тез ішіп, орнынан тұрып кетті. Алдымен баласын енесінен қызғанды, енді енесін келіннен қызғанып жүр. Сөйтіп жүргенде кіші келін бір күні үйге қуанып кірді.
Келе сала жымың-жымың етіп енесіне қарай жүрді. Апа, бұйыртса тағы да немерелі боласыз, деді мәз болып. Енесі қатты қуанып, шырағым енді күтініп жүр, деді. Бота естісе де естімеген кейіп танытты. Кіші келіннің қуанышы ұзаққа созылмады. Екінші баласын көтергелі ауру сырқауы көбейіп, әл-дәрменсіз жатып қалатынды шығарды. Бұндайда үйдегілердің бәрі келінді өбектейді. Ал үйдің қара жұмысы Ботаның мойнына артылды. Ботаның қабағы ашылмайтын болды. Қит етсе, жаны қиналып ауырып жатқан келінін күндеп, анау не істеп жатыр дейтін болды. Кіші келін тіпті өз баласына қарай алмай, ішкенін құса бастады. Дәрігерлер бәрі жүктіліктен дейді. Кей адамдарда жүктілік осылай қиын өтетін Бота жақсы біледі. Білсе де келіні өтірік істеп жатқандай көріне беретін. Бір күні шыдамы әбден шегіне жетті. Келіннің бөлмесін айқара ашып жіберіп, күн ұзақ телефон шұқылап, өтірік ауырып жатқанша, мына үйдің тірлігін істесеңші, саған күң болдым ғой деп айғай салды Бота. Абысыннан бұрын соңды қатты сөз естіп көрмеген келін абдырап, жеңге, қоя салыңыз, қазір өзім істеймін, деді сасқанынан. Сүйретіліп, орнынан тұрып, тау боп үйіліп жатқан ыдыстарды жуа бастады. Бота сонда да басылмады, күңкілдеп сөйлеп жүр. Бір сәтте ас үйден гүрс еткен дыбыс шықты. Жүгіріп барса, келін еденде құлап жатыр екен. Оқиғаның мән-жайын үйдегілердің бәрі естіді. Әсіресе енесі Ботаға ашуланып: «Әй, сол 5 тал ыдысты өзім-ақ жуар едім ғой. Келіннің обалына қалып жүрмесең игі, ит жерік, ішкені бойына батпаған соң әл болама. Бота, шырағым, сен әйел басымен осылай істесең, басқалар не істемейді», деді. Енесінің сөздері Ботаның жанына батып кетті. Есілді көтеріп алып, заттарын жинап, кетемге басты. Енесі бұл жолы келіннің жолында тұрмады. «Есілді тастап кете бер, сені ұстамаймыз». Бар айтқаны осы болды. Бота қызғаныштың соңы үлкен дауға айналғанын, үйдегілердің көңілін қалдырған соң бір-ақ түсінді. Қанат болса әйеліне: «Сені осыншама ақымақ деп ойламаппын. Есілді қалдырасың, өзің қайда кетем десең де жолың ашық», деді. Бота кетем дегенді ашудың буымен айтқан. Үйдегілер болса Ботадан теріс айналып, балаға шын талас енді басталды. Бота Есілді қайын жұрты оңайлықпен жібермейтінін түсінді. Отпен ойнаған күйеді. Бота жып-жылы ұясын өз қолмен ойрандағанын енді ұқты. Басындағы бағын бағаламапты. Алтындай енесінің, қамқор күйеуінің, ақ көңіл қайын жұртының қадірін білмепті. Істің насырға шапқаны соншалық, Ботаның енесі құдағиын шақыртты. «Ал құдағи, бізден кінә болса айтыңыз. Қызыңыз қит етсе кетем деп заттарын жинап шыға келеді. Біз оған ләм деп аузымызды ашып жатқан жоқпыз. Келінмен күнdeспе, түсінбедік. Есілді бермеймін деп жылаған соң, тұңғыш немерем болса да бауырыма басып еміренбедім. Біресе Есілді бөлектейсіңдер дейтінін құлағымыз болған соң естиміз. Осының көңіліне қараумен жүреміз. Бота дегеннен басқа жазығымыз жоқ», деді енесі. Ботаның анасы ұяттан жерге кіріп кете жаздады. Қызын оңаша шақырып алып: «Саған дұрыс тәрбие бере алмаппын. Қубасыңа не керек? Ішкенің алдында, ішпегенің артыңда, не деген тойымсыз, аш көз бәлесің. Адам болмайтыныңды білгем. Әй, жанымен қайғы болып жүрген келінге не дейсің? Сәл шыдасаң, үй жайыңды алып, сыйыңмен бөлек кетер едің ғой», деп жерден алып жерге салды. «Анашым, мені кешіріңіз», деп жылай берді Бота. Бұл үйде қала алмайтыны анық еді. Сыйластығы жарасып келген қос құдағидың арасы осылайша бұзылды. Қанша дегенмен ана емес пе? Ботаның анасы елдің көзінше қызының сөзін сөйлеп шыр-пыр болды. Ботаның енесі тік мінезді адам еді. «Есілді бермейміз, қызыңды алсаң алып кет», деп тұрып алды. Бота өзі тұтатқан отты сөндіруге қауқарсыз.
Үлкен дау болмашы ұсақ түйектен басталады. Арада шын ұрыс болды. Ботаның қос анасы бір-біріне айтпай келген өкпе наздарын айтып, бірінен бірі жеңілмеді. Құдалықта тағылған алтындар, қыздың артынан келген заттар, құда шайы сияқты жөн жоралғыдан ішке түйіліп қалған кемшін тұстар бір-бірінің бетіне түгел басылды. Қос құдағи бір-біріне әп-сәтте дұшпан болып шыға келді. Бәрінің бастауында ботаның қысқа ойлайтын ақылсыздау мінезі тұр еді. Соңында жазсаң жазып таста, маған десең президентке бар, бірақ есілді алып кете алмайсың деп күшіне мінді енесі. Ботаның анасы да қалыспады. Соттатып жіберем, ананы баласынан айырды деп соттатам деп ол да тілін тартпады. Осылайша бота айрандай үйіп отырған отбасының быт-шытын шығарды. Қанат есілді құшақтап отырып алды. Әйеліне қарап басын шайқай береді. Баласын күштеп ала алмайтыны анық еді. Түн бата үй ішінен сөлпейіп екі әйел шығып бара жатты. Қолдарында азын-аулақ заты бар. Бұл бота мен оның анасы еді. Саспа, ертең полицияны әкеліп тұрып, есілді алып кетеміз. Бұлар менің қызымды адам демейді екен. Ішіме сыйған бала сыртыма да сияды, деді ашуға булыққан ботаның анасы. Шын мәнінде бәленің бәрі өзінде жатқанын бота анасына ашып айта алмады. Тек үнсіз жылай берді. Боздама, көз жасыңды көрсетпе. Әлі көрсетем бұларға. Неге баяғыдан бері айтпағансың? Байсыз қалмассың, деді ботаның анасы. Келесі күні бота мен анасы расымен полицияны ертіп әкелді. Есіл анасын іздеп жаутаңдап жүр екен. Полицияға Қанат та ботаның енесі де қарсы келе алмады. Жеткізген жерің осы, келін. Баланы әкесіз тірі жетім қылдың, деді де енесі бұрылып қарамастан өз бөлмесіне кіріп кетті. Қанат болса, ажырасуға арыз жазам, Есілге алиментті төлеймін. Ал сен енді мені көрмейсің деп, ол да әйелінен көңілі қалғанын білдірді. Арада бір ай өтті. Бота төркінінде жүріп, өзінің қандай отбасын жоғалтқанын ұғына бастады. Қайтып келген қыз жаман. Бәрінен де Есілге обал. Әкесін, ата-әжесін сағынады. Елдің сөзі сүйектен өтеді. Ботаның ажырасып қайтып келгені әкесі мен анасына оңай тиген жоқ. Бота қолда бардың қадірін білмеген күн өткен сайын түсіне берді. Қанат айтқанында тұрды. Ай сайын ұлына деп ақша салып жібереді. Аптасына 2 рет баланы алып кетеді. Қайтып көңілін тоқ етіп әкеліп тастайды. Бірақ бір ретте ботамен көріскен емес. Қалған көңіл, шыққан жан. Бұрынғы әйелімен дидарласуға құлқы да жоқ. Арада жарты жыл өткенде Қанаттың екінші рет үйленгелі жатқанын естіді. Әлбетте Қанат сияқты артық мінезі жоқ, тұрақты табысы бар азаматқа кім жоқ дейсін. Ботаның іші өртенді. Бұған дейінгі көргендері бұның қасында ойыншық екен. Қанаттың басқа адамға үйленгелі жатқанын көтере алмады. Саралап қараса, Қанаттың да, енесінің де, тіпті келіннің де жазығы жоқ. Бар кінә өзінен. Бұны түсінген сайын бота өзін жейді. Жақсылық көрсем өзімнен, жамандық көрсем өзімнен деп, қазақ қалай дәл тауып айтып кеткен. Қанат тұрмысқа шықпай жүрген Салтанатты екінші әйел етіп алып жатыр екен. Салтанат өз-өзіне күтіммен қарайтын, жағдайын жасап алған әдемі келіншек. Жас кезінде жігіт таңдап жүріп қалған. Жасы 30-дан енді асқан болуы керек. Бота Есілді құшақтап, не бүлдірдім деп, еңірей жылады. Бала анасының көз жасын кішкентай саусағымен сүртіп қояды. Бота терезеден қарады. Қанатпен бірге тұрғанда бақытты сәті көп болыпты. Әттең, дер кезінде бағалай алмапты. Бақыты қолынан құм сияқты сусып кетіпті. Алдыңғы өмірі белгісіз. Есілді сонша қызғанып еді. Енді ұлы жалғыз. Ботадан басқа жанында ешкім жоқ.
балаға бекер таласыппын. Бәрі содан басталды деп, бота бейкүнә сәбиінің болашағына өз қолымен балта шапқанын ұғынды.